Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болған испанский чизкейк дайындаймыз. Сүзбелі ірімшік саламыз ыдысқа. Үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқаны бір-бірден салып араластырып отырамыз. Шамамен 2 минуттай миксерлейміз, одан соң кілегей қосамыз. Кілегейіміз салқындатылған болу керек міндетті түрде. Соңында кукуруз крахмалын қосамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалады. Енді біздің формамызға пергамент қағазын төсеп аламыз. Дұрыстап. Одан кейін қамырымызды жайлап құямыз. Қызып тұрған духовкаға 220 градусқа жібереміз. Мінекей достар, біздің чизкейкіміз дайын. Енді кезекте біз чизкейкімізді толықтай суығанша формадан шығармай күтеміз. Чизкейкіміз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңызша безендіруге болады. Мен малинаны таңдадым. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.